сіздермен осындай жүгері дайындайтын боламыз. Сіздер де бізбен бірге дайындап көріңіздер. Біз ең алдымен жүгерімізді алып сыртын тазартып аламыз. Оның сыртқы қабықтарын тастаймыз да ішіндегі таза қабықтарын алып қалып, оларды жуып алатын боламыз. Барлық жүгеріні өстіп, аршып, сыртын тазалап аламыз. Жуылған қабықтарымызды алып, оны қазанымыздың астына саламыз да, үстіне жүгерлеріміздің барлығын рет-ретімен қазанымызға салып шығатын боламыз. Енді осы жүгерлердің үстіне жуылған қабықтарын алып, үстіне рет-ретімен салып шығамыз. Бұл біздің жүгерлеріміздің біркелкі жұмсақ және де өте дәмді болып пісіп шығуына көмектеседі. Өзінің буымен жақсы болып, дәмді болып пісіп шығады. Енді осының үстіне суымызды барлық жүгеріміз батып тұратындай етіп құйып аламыз. Неге барлық жүгерлеріміз біркелкі болып батуы қажет судың ішіне. Енді осының үстін қақпағын жабамыз да, біз 35-40 минут қайнататын боламыз. Ол жүгерінің, яғни жұмсақтығына, қаттылығына байланысты. Енді мен осы жүгерінің үстіне 2 ас қасық қант салып жатырмын. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қанттың орнына тұз салсаңыздар болады. Неге мен 35-40 минут қайнатып алдым. Егер сіздердің жүгерлеріңіз жұмсақ болса, онда 20-25 минутта пісіп кетеді. Неге жүгерлердің бәрін алып жатырмын. Олар өте жұмсақ және де сондай дәмді болып шықты. Енді осы жүгерлердің үстін мен тұздайтын боламын, тұз себетін боламын барлық жеріне. Ыстықтай тұз себіп шығамын және де оның үстіне сары майды жағып шығатын боламын. Бұл ыстықтай өсіп жағып шықсаңыздар, өзіне сіңіп жүгеріге